Ал жақсы, қайырлы күн баршаңызға. Нөлден бастап ағылшын тілін үйренуді жалғастырамыз. Бір жыл бір тіл әдісі аясында ағылшын тілін оқуды. Келесі сабақ бізде бұйырса 8-ші сабақ бүгін. Let's go. Кеттік. Talking about your things. Talking әңгімелесу, about туралы бір нәрсе жайлы, your things. Your өткенбіз иә осыған дейін. Сенің заттарың, яғни сенің болмаса сіздің заттарыңыз жайлы, өзіңіздің заттарыңыз жайлы әңгімелесу. Және қалай? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде these және those. Осыған дейін біз this және that деген екі сөз өткенбіз. Мынау, анау деген. Мынау бар, this, анау бар, that. Енді бұның көпше түрі бар бізде. Мысалы, this ол мынау ғой. This is my bag, yeah? Мынау менің сөмкем. Енді, мысалы, this-дің көпше түріне these, мыналар. Оны қалай ажыратамыз, яғни екеуін? This, мынау. These, яғни these, былай айтқанда, и созамыз. Сонда these деген сөз шыққан кезде бізде мыналар болады, көпше түрі ауысады, иә? Сәйкесінше біреу болса is, көп болса are. Оны осыған дейін өткенбіз. These are my bags. Okay? Дәл сол сияқты, дәл солай. That, анау, аналар болса, анаулар болса, көп зат болса, яғни those деп айтады екенбіз. Мына жердегі оны O деп оқимыз, яғни those. That, those. Okay? That is my bag. Анау менің сөмкем. Those are my bags. Аналар менің сөмкелерім. Окей, енді көрейік. These are my bags. And those are your bags. Мыналар менің сөмкелерім. Аналар сенің сөмкелерің. Окей? Окей, let's go. Яғни, this, мынау. These, мыналар. That, анау. Those, аналар. Окей? Екі жаттығы орындап көрейік. Кеттік. First. Не дейді? This ба, әлде these ба? Қайсын айтамыз? Diego's keys. Осыған дейін өткен тақырыптар, бұның бәрі Диегоның кілттері. Яғни, мынау Диегоның кілттері ма, мыналар ма? Әрине, мыналар, иә? These деп айтамыз. Демек, these are Diego's keys. This is Olivia's purse. Қалай айтамыз? Оливияның purse деген жаңағы әмияны. Бұл жерде бір зат болғандықтан не істейміз? This дейміз, иә? Бір ғана зат, сол үшін this. Мынау Оливияның әмияны. Number 3, екі келесі. Дұрыс еттіңіз. S болғандықтан бізде не? Көпше түр, демек не істейміз? That анау ғой. Those аналар, яғни аналар менің кітаптарым дейді. Жақсы. Келесі. Yes, pencils. Яғни қарындаштарым. These are my pencils. Мыналар менің қарындаштарым. Мынау емес, иә? Көпше. Келесі. Аннаның несі? Сэндвичі. Сонда қалай? Біреу, демек, that. That is Anna's sandwich. Анау Аннаның сэндвичі. Number 6. Анау Мәліктің телефоны. Мәлік's phone. Yeah? That's Мәлік's phone. Мысалы, phones болса да не істер едік? Phones болған болса, those айтсақ болатын дейді. Бірақ біз айтпаймыз, неге өйткені ол біреу ғана. Phone ғана, біреу. Сол үшін that. Жақсы. Келесі. Енді мына жерде көпше түр және жекеше түр екеуін бір-біріне айналдырамыз. Мысалы қалай? Мысалы бізде this is my book дейді. Біз оны мынау, яғни мынау деген сөз. This мыналар деп аударамыз, яғни мынау менің кітабым дегенде мыналар менің кітаптарым деп ауыстырдық, иә? Дәл солай біріншінде көрейік. Those are his apples. Анау тұрғандар оның алмалары дегенде, анау оның алмасы деп біреу айтамыз.
бірінші those аналар, анау деп қалай айтамыз? Біреу болса that, иә. Келесі кетті, енді қараңыз. Are бізде көпшілікке жеке бір адамға болса, бір затқа болса, немесе біреу болса is қоямыз, are емес, иә. Кетті келесі, his ол өзі жаңағы мағынасында қалады, өзгермейді. His оның, және apples алмалар бізге біреу керек, демек apple деп айтамыз. That is his apple. Сонда анау оның алмасы деген сөйлем шығады, иә. Келесі. That is her pen. Анау оның қаламы. Аналар оның қаламдары деп қалай айтамыз? That бірінші those ауыстырамыз, аналар. Енді көпше болғандықтан is are ауысады тағы да, иә. Оның өзгермейді, ол түсінікті. Және қаламдар болса не болады? Pens болады, yes. Next. Number 3, кетті келесі. Those are my rings. Аналар менің, ring деген ол сақина. Сақиналар. Анау менің сақинам деп біреу қалай айтамыз? That is my ring. That is my ring. Right. Келесі. This is our key дейді. Мынау біздің кілт. Бір кілт, яғни. Біз айтамыз. Мыналар біздің кілттеріміз. Қалай айтамыз? This. Мынаны. Мынау дегенде не істейміз? Мыналар дейміз. Қалай айтамыз оны? These. Келесі. Көпшетір болғандан are қоямыз. Келесі. Our өзгермейді. Және не істейміз сонда? Кілттер. S қоя саламыз. Көпшетір болу үшін keys болады сонда. Жақсы. Келесі. Those are his brothers. That тағы да is өйткені біреу his өзгермейді. Яғни brothers дегенде қоя саламыз, бірақ s алып тастаймыз, е. That is his brother. Анау оның ағасы болды. Соңғысы қалды. Last one. This is my pencil дейді. Мына менің қарындашым. Мыналар менің қарындаштарым. Қалай айтамыз? These мыналар, иә. Is are қоямыз, көпшетір болғандықтан. My қарындаштар деу үшін жай ғана соңына s қоя саламыз. Pencils болады сонда. Okay? These are my pencils. Жақсы. Жалпы мысал түсінікті болды деп үміттенемін. Иә, мына жерден көрсеңіз болады. Тағы да тапсырманы орындау барысында да жаңағы көресіз, иә. Жаңағы тапсырманы өзіңіз істеген кезде де, яғни қарап істесеңіз болады осы мысалдарға. Кітаптағы формула деген каналдағы, топтағы жаңағы ережені қолдансаңыз болады, иә. Жақсы, олай болса келесі кеттік. Бұл сабағымызда тағы бір нәрсе үйренеміз. These, those-тан басқа тағы бір нәрсе үйренеміз. Бұны біз былай істейміз қазір. Жалпы біз осыған дейін менің, сенің дегендер өттік қой. Яғни тәуелдік жалғау, иә, мысалы. Тәуелдік жаңа сипаттар. My, менің, иә, осыған дейін өттік. Your, сенің. His, her, it's, оның. Our, біздің. Their, олардың. Енді бізде мынандай мәселе бар. Мысалы, these are my books дейді. Мыналар менің кітаптарым дейді, иә. Енді қараңыз. These books are mine. Не дейді? Мына кітаптар менікі. Окей? Сонда, mine деген не? Сонда ол mine деген өзі де менікі деген мағына береді. My, менің, яғни менің бір затыме, менің дегеннен кеміз, міндетті түрде бір зат айтасыз. Айтпесе сөйлем түсініксіз болады. Менің көлігім, үйім, ағам деген сияқты. Ал mine дегенде біз жай ғана менікі деп бір ауыз айтамыз, болды. Mine, менікі. Yours, сенікі. His, оныкі. Hers, ол да сол оныкі. It's да оныкі. Ours, біздікі. Theirs, олардікі. Окей? Бұларды да тағы да жаттығып қарайсыз, иә? Тапсырма қолдаймыз.
Мысал ретінде бір қарап көрейік. Тура жаңа сияқты тапсырма. This is Liza's laptop дейді. Лизаның ноутбугі. Мынау Лизаның ноутбугі, иә? Енді не істейміз? Мыналар Лизаның ноутбуктары дейміз ба? Жоқ. Мынау оның ноутбугі дейміз бірінші. Мында яғни біз my дегендерді қоямыз. Мында mine дегендерді қоямыз, яғни менің, сенің, оның мына жерге қоямыз. Ал менікі, сенікі, оныкі мына жерге қоямыз, иә? Түсінікті ғой? Яғни ауыстырамыз. Мысал қалай? This is Liza's laptop. This is Liza. Қыз бала ғой. Her laptop. Окей? Не бірінші her кетті. Келесі енді айтамыз. Енді осы сөйлемді тағы да ауыстырамыз. Қалай? Мынау лаптоп оныкі деп айтамыз. Қалай айтамыз? This laptop is hers. Яғни байқасаңыз, оныкі, менікі, сенікі дегенде сөйлемнің соңына кетеді бұл сөз. Ал мынау сөзден кейін міндетті түрде бір затты айтасыз. Окей, айырмашылығы сонда екеуінің. Next, those are Una and Ben's keys. Аналар, яғни Она мен Беннің кілттері дейді. Қалай айтамыз? Аналар олардың кілттері дейміз. Неге? Өйткені екі адам ғой. Оның деп айтамыз, олардың дегенімізде қалай? Their. Жақсы, яғни those are олардың their кілттері. Keys өзгермейміз. Одан кейін не дейміз? Енді айтамыз. Анау кілттер олардікі. Бірінші, анау кілттер. Those keys are олардікі. Яғни S қоя саламыз ғой. Олардың дегенде олардікі деп ауыстыру үшін S қоя саламыз. Болды соңына. Theirs олардікі. Окей? Келесі. These are Joe's and my passports. Joe және менің паспорттарымыз мыналар дейді, яғни. These мыналар көпше тұр. Енді айтамыз. Мыналар біздің паспорттарымыз, иә? Не қоямыз? These are біздің, our passports. Біздің паспорттарымыз. Енді айтамыз келесі. Мынау паспорттар біздікі. These passports. These passports, yeah. These passports are our. Біздікі ours. Okay? Сонда ours деп айтамыз. These passports are ours. Соңғы салды. That is John's brush. Анау Джонның щеткасы. That is оның деп қалай айтамыз? His brush. His. Оның щеткасы болды. Енді айтамыз. Анау щетка оныкі. That brush. Бұл деп жасынайды. That brush is his. Бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды, себебі екеуі бірдей. Оның, оныкі қалай ажыратамыз десеңіздер, сөздің ретіне. His brush, оның щеткасы. That brush is his, оныкі. Анау жаңа щетка, оныкі деп түсінеміз. His болады соңында. Окей, жақсы, олай болса тақырыпты тағы да тәмамдаймыз, тапсырма бойынша бекітетін боламыз. Тапсырма орындап, олай болса бүгінгі сабағымыз осы, және де айта кететін жағдай. Біз бұйырса біздің алғашқы тарауымызды аяқтап жатырмыз. Осы сабақтар желісіндегі не үйренгенімізді бір қарап шықсақ болады. Басында I am, my name is, spelling деген осы жерде өткенбіз. Одан кейін біз не істедік? How old are you? Жаңағы сандар өттік. Осы жерде am, is, are өткенбіз. Одан кейін my, your, менің, сенің дегендерді өттік. Одан кейін s пен апострофпен ның, дың деген тәуелділік жалғауды өттік. Және осы сабақта біз this, that көпше түрі, these, those өттік. Жалпы осылардың төртеуін өттік. Осы тараудың ішінде және жаңағы ең соңғы тақырыбымыз біздің last topic is mine. Менікі, сенікі, оныкі деген сөздер. Солай болса, бірінші тарауымыз тәмам болды. Кішігірім жетістік болды. Келесі сабақта көріскенше келесі тарауды жаңадан бастаймыз. Олай болса, see you in next class.